Сәлем достар, Айдана асхана әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен профитроли тәтісін дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Табамыздың ішіне суымызды, сүтімізді өлшеп, одан кейін секерімізді, шымшып тұзымызды және сарымайымызды салып, қызып тұрған пештің үстіне апарып қоямыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды және разрыхителімізді салып дайындап аламыз да. Қызып тұрған сұйық массамыздың үстіне ұнымызды әкеліп саламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аласыздар. Дайын болған тестамызды салқын жерге жарты сағатқа қойып мұздатып аламыз да. Үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Менде общий 4 жұмыртқа кетті. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар, жұмыртқаларыңыздың көлеміне байланысты осылай бөліп салып отырасыздар. Мұқият болыңыздар, сұйық масса болып кетпеуі қажет. Менде осындай қоймалжың масса болып шықты. Оны мен кондитерлік мешокқа саламын да, өзіме қажетті формада пісіріп алатын боламын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған профитролиларымызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ішіне кремдеріңізді салсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бізбен бірге болғандарыңыз